Қонақжай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасың, ішкі жан сарайының дауасын, үлкен үйіңнен табасың. Үлкен үйде әңгіме әзілдің де сәні бар, тәрбие тәлімнің де дәмі бар, іздегенімнің бәрі бар. Анаған тұқ. Нағыз мойкі болды ғой мұна? Нағыз мойкі болғанда. Осы керек заттың бәрі. Ана жерге. Бұндай мойкі болмағал біздің ауылда деймін да? Анадай түрлері бар ғой мен ана. Шампунь. Наума? Бас жуатын боптық қой, ә? Бас жуған емес. Көлік жуатын шампунь ғой бұл. Қашыз? О, міне. О, зор болған жоқ қой. Болды осыны. Мынау. Әмінлеп. Мына шампуны, мынау шашатын. Біздің ауылдың машиналар бұндай мойкі көрмеген ғой. Ана баяғы Жапония, Германиядан келген машиналар Жапониядан кеткелі көрмеген шығар. Ана Нива Жигулилерің туылғалы көрмеген шығар деймін ба. Şuralı Alman автомойка. Немнеге алып жүштің? 500 теңге емес пе? Қазір енді бұның аты бар ғой. Онысыны білетіндердің арасында әжептәуір бренд топ қалды. Жай ақырындап осылай қымбаттату керек негізі. Бастан мәт қымбаттатып жатсыңдар ғой сендер. Сосын бар ғой ма? Кешені дегенің бар ғой, ә? Сен іздеу сияқты ма, а? Әдемі. Ой, ат деген бар ғой. Ақырып тұру керек, или бағырып тұру керек. Әйтеуір үйтіп адам шақырып тұру керек қой. Білем ғой, бизнес бекер оқыған жоқ му? Бизнес бекер оқыған жоқ му жездеген? Мақыл анау автомойка дегенді орысшасын алып тастайсақ та? Не? Алып тастайсақ? Ой, бір бизнесше өздеріңіз білмейсіздер да. Сөйтіп, оқыған адамға осылай үйсіп шығасыздар ғой. Білем ғой мен. Білем, бұл қалалық стандарт дейді бұны. Қалалық стандарт. Қалада бәрі осындай. Білесіздер ме? Байқасаңыздар, бүйтіп жазып қоятын, қараңыздар. Кафесі у Айнура кафе дейді, дұрыс па? Дүкені шаттық магазин. Көлік жуу кешені шұғылал арман автомойка. Звучит па? Звучит. Тақырыптың өз шақырып тұр. Солай ма? Жаңабай, мырзаш, кәні шай дайын, жүріңдер. Қаршыға, жүріңдер шайға. Апа, мен ішпеймін. Мынаны бітіре салайын, іше беріңіздер өздеріңіз, ас болсын. Кешенді көрек, кешенді көрек. Шайға жүріңдер. Шешім ба? Шешім ба? Жоқ. Осы ауылдың адамдарын бар ғой, түсінбейсің не? Бизнес түсінбейді. Жаңа аздап көзім ілініп кеткен екен, Үсен мен Бағила түсіме кіріпті. Үсен мен Бағила? Өбек қарсы қайдарда мен тұра? Екеуі маған бір қараңдап тұр. Қасына жақындайын десем, ұзап кетіп бара жатыр. Кетіп бара жатыр ұзап. Ой, қайта түсіңізді бір қырындап қарап тұр екен олар. Өмірде мүлдем теріс қарап кеткен адамдар олар, кете берсін.
Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Ай, амансыз ба балам? Ассалаумағалейкум. Денсаулық жақсы ма? Амансыз ба? Келу қорқынсыз. Денсаулық жақсы ма? Аман есен құдайды. Бисмилля. Ал, Құдай берсін, кем қылмасын. Шайғы. Қалайсыздар? Еш бала шаға, балжан аман есен. Шақпылап жатсындар. Мына Мырзаханға айтып отырмын. Анау үлкен қайнағамның баласы мен келіні түсіме кіріпті. Қырын қарап жүр. Соны қалай жорыр едіңіз? Енді бұл түстің өзі жоритыны бар, жормайтыны бар. Мынау енді аталарымыз анау мынау түсті түс түлкінің боғы деп қоя салушы еді ғой. Кім біледі енді? Анығын Алла біледі. Дегенмен бізге ренжіп жүр. Ренжіп жүр, иә. Ренжіп жүр. Онсыз да білеміз ғой ренжіп жүрген. Біз оларға ренжуіміз керек та. Неге? Бірақ олар бізге ренжиді да, мен түсінбеймін да адамдарды. Әже, Үсен деген кім еді? Ой, көкең болады. Әкем үлкен ағасының баласы ғой. Болмайтын нәрсеге ренжісіп қойғанбыз. Солға теріс қарап кетіп қалса бола ма? Енді соларды үйге шақырып, кешірім сұрап, бір шәугім шай беріп жіберсек деп едім. Ой, сонда да кешірім сұраған адам автоматически кінәлі болып қалмай ма? Кінәлі болып қалам сұрасам? Кінәлі болатын түгі де жоқ. Кінәлі болатын түгі де жоқ. Иілген басты қылыш шаппайды дейді. Мынау Алла тағала кешірім сұраған қолын өзі жақсы көреді. Кешірім сұрау Алла үшін ұнамды істердің бірі. Сондықтан да сенің мақсатың туыстық қатынасты үзбеу. Кім Алламен байланысты жақсартса, Алла тағала адамдармен қарым қатынасты өзі реттеп қояды екен. Дұрыс айттың. Иә. Өте дұрыс айттың. Көкейімдегі сөзді айттың, Ибрагим. Түсінбей отқаным енді жарайды ғой, бұл дұрыс айтасыз. Кешірім сұраудан қашпаймын. Бірақ енді не деп шақырамыз оларды? Барамызда не дейміз сонда? Біз кінәлі едік, кешірім сұрайық деп айтамыз ба? Сөйтіп шақырамыз ба? Маған телефонмен звондап бер. Иә. Өзім шақырам. Сөйтші. Тек аны Жаңабай ма, өзің бе барып алып келсең, бір малымызды сойып, дастарханымызды жасап, сыйлығымызды беріп, Бәрекелді. риза қылып қайтарайық. Дұрыс. Бастан құлақ садаға деген. Сол бір қой өрісте арамды өліп қалады. Іштен кеш жоқ. Сондықтан туысқаның үшін сойған мал, ол Алла разылығы үшін сойылған мал. Бәрекелді. Дұрыс. Бәрекелді. Заң, ол шақырамыз. Конечно. Мына кісі ғой, мына Үсен деген. Бір-екі ақ рет көрген жақтым ғой мен бұны. Көп көрмеген жақтым. Иә, ол той-томалақтарға келмейді біздің. Біз де тойларына шақырмайды. Әкем қайтыс болғанда да бір-ақ рет көрінді да, сонымен жоқ болды. Не асына келген жоқ. Сол үй араласпай кеттім. Не болған сонда? Ой, не болғанда сол? Анау баяғыда бір кезде малмен айналыстым ғой мен. Сол кезде біраз көлемде ақшаған бұлар менен қарызға. Сонымен ары күттім, бер күттім, қайтармайды. Сосын бір күні звондап сұрадым. Сөйтем, ана күні берем, мына күні берем деп, сонымен тағы жоқ. Бір күні үйіне бардым. Үйіне барсам өзіме ұрсып, сол ақшаға қарап қалдыңдар ма, ана мынау деп. Сонымен кеттім. Күндердің күнінде бақытты звондаған ба, жеңгеме ақша сұрап. Ол жеңгем бақытқа ұрысқан ба. Сондай нәрселермен. Солақ па сонда? Сол. Одан кейін бір жазғы каникулда қыздар келмей ме үйге қыдырып. Олар жамандап барған ба, қыздар дұрыс қарамады деген ба. Ой, ана жеңгеміз енді страшный ғой біздің. Бақытқа звондап айтпаған сөз жоқ. Апам айғайлаған ба, сосын қойш дедім. Бір сілтедім да. Өзімен өзі болсыншы дедім мен. Өздерім бір кінәлі сезінбейді. Ой, Алла. Бар. Ондайлар бар. Жаңа ондай семьялар сол бір әулетте болады. Міндеттерде. Ана чатқа қосып қойсаң бар ғой, шығып кетеді. Өздерін қиын қылып жатырмын деп ойлайды ғой. Ол шығып кетсе бәріміз ойындап қаламыз ғой. Қиын болып қалады бәрімізге. Бәрі чаттағылардың бәрі неғып кешіп кетті. Неғып кетіп қалды. Қайтып кіргізейік те бұны. Қиналып қаламыз ғой. Қиын қылып. Әйтпесе чаттан шықсаң, жаттан шығасың деген білмейді ғой олар. Жат несі? Жаттан шығып кетеді, жадынан. Жадынан, память қой. Жад, иә. Жақсылап жүндер, жақсылап. Жездеке? Не алдыңдар?
сәл әрірек барып сөйлессеңіздерші. Кедергі жасап адамға. Мынау машина жуып жатыр ма? Біз жуып жатырмыз. Адам үстітше осы. Енді аман есен барып келіңіз. Жолды енді анау неде ғой? Қалаң шетіндегі Қапан деген ауыл бар емес па? Білем. Сол Қапан ауылында ғана айналма жолдан айналып келген кезде оңға қарайды. Бір поворот тұр ғой, содан кетіп кетесің. Білем. Аман есен барып келіңіз, Құдай қаласа. Жақсылап жуыңдаршы. Ішін жудың ба жақсылап е? Бір қылпық қалмасын. Бір қылпық деген қалмау керек. Так, жеңгеміз жиіркеніп отырмай қойып жүрер. Ой, соншалықты кірпияз ба не ол кісі? Ой, сіз ол кісіні білмейсіз. Содан кейін бір ескертіп қояйын, артық ауыз әңгіме айтпай қойыңыз. Мүмкін болса сөйлемей-ақ қойыңыз. Тек қана амансыздар ма? Аманбыз. Бол. Артық ештеңе керек жоқ. Өтініш. Қойшы, сонда 3 сағат бойы сөйлемей отырам ба сонда? Жарыл білем ғой. Несін жарылыз? Сол жаққа баратқанда да 3 сағат бойы сөйлемей баратын шығарсыз. Сол сияқты қайтарда да 3 сағат сөйлемей қайтасыз. Кім біледі, ақ кемеудің неше түрлі амалын іздеп отқан адамдар? Болыпты, мейлі көреміз. Іштерін тазалаңдаршы бәрін. Қайда ереген десем? Жанымды алдыңыз ғой. Шыме сеп қалдым бөле. Тартып алып, жарылып кетер тағы да. Ал, жол болсын енді. Еді 12-лерде жетсем, ол жаққа бір шай ішіп, бері қарай шықсам, 3:30-ларда кеп қалам ғой. Сол шайды ішмейсіз ау. Сіз 3:30 емес, 3-терде кеп қаласыз. Сол атқа дайындала береміз. Көреміз. Жол болсын. Болды. Жарайды. Сынды ма не? Мына есік. Ашылмай қалмаса болғанда. Машина жумайсыздар ма, не yaptыңдар? Ашып қойыңдар есікті. Жұмыс істеңдер. Қайда? Жоқ, қама жумаймыз. Көке! Біз қама жумаймыз ғой, көке. Нұрзеке. Ассаламу алейкум. Ой, төке, ассаламу алейкум. Ел аман жұттыңыз. Ой, балалар, балапандар, қалай аман есесіңдер. Мынау көлік жуу мойға құтты болсын. Қатыр басып қойсыңдар. Енді мына жерде менің ақылым. Мына жерден асхана салу керек. Асхана салу керек, бірақ әжетхананың жанынан болмайды. Былайырақ салу керек, былайырақ. Сонда мойкасы, асханасы бәрі. Ол асхананың мәселесі шешіп қойғанбыз. Төке? Міне, біз асхана келгенбіз. Баяғы өзінің асхана. Қалай, апалар қуаттың ба? Мырзахан, соятын қойын камазбен әкелді ма не? Бақыт сосын ше, мына ыдыс-аяқтың бәрін ыстық суға бір қайнатып, сыртын медицинский бинтпен сүртеміз ау. Ана кісі бар емес па? Қылп еткен бірдеңе көрсе болды, түртпей қояды дастарханнан. Немене бәле мынау құрсын. Чаш мынау не бәле мынау. Құрсын мына жүрін сүртпеген деп қаның түшеді ғой. Ей, білем ғой. Ана үйді құлорлап жуып шығу керек еді, е? Үлгермей қалмаймыз ба? Білмеймін. Сосын, нені, мясной салатпен винегретті жасамай қойық. Неге? Қой, ол. Білем ғой. Ескі Совет үкіметінің салатын жасағансыңдар ма? Заманауи бірдеңе жасамайсыңдар ма? Құрсын әрі осыда жүрсіңдер ме? Деп не болса соны айтып, бетіңе бұлш-бұлш еткізеді ғой. Қараған бағына интернетті тағы да қарап шығу керек енді. Интернеттен бірдеңе көр. Оған бір жағайын деп жалпақтап, көңілін қарасаң, кекірейді. Үндемей қалсаң, бұл үйге адам келді, кетті деп атқан адам жоқ. Жүрмен келгенмен, келіп кеткенмен, кетіп кісі болып деп тағы әңгіме айтады. Жалпы өтте қиын кісі келді ше, Құдай ақырын берсін. Аблан одан кісі келген деп үйтіп қорықпа бек. Үлгере алмай қалмай қайтыр, мейлі. Ойбай бақыт, адам кеп қалды. Тез бірдеңе қуырып салат палаттарын турап қоймасаң болмайды. Кісі кеп қалды мынаяқтан ойламаған жерден. Мырзахан қызықсың сен, адам өзі бір қолын екі ете алмай жатқан кезде кісі кеп қалды деп шай бере саламыз.
иә. Құрш айтып кетіп бересің бақшы. Әкеш, сендерге бір сауат ол қиын ба неме? Ойбай, тоқтат. Өлі Мырзахан, тоқтат болды, мақұл. Бес алу қиын ба? Екеуің жабылып бір сауат турай алмайсыңдар сендер. Мейіргүл тураңдар жана етті де қуырсаңдар. Жақсы, Мырзахан. Күйіп қалды ана кісі неме ет құрса емене деп қайтарасың да? Аласың да наны. Тоқтатшы, болды. Дейсің болды ғой? Болды, мақұл. Болдасын жылдам. Болдашы жылдам. Болды, жарайды. Енді бақыт енді. Әлі тұрсың, анау тұра алмағанын. Мейіргүл көмектесіп жүрсеңдерші. Болды. Қиын емес ғой жылдам жылдам тұздарға болды ғой. Қалай амансызсыздар? Иә. Шопеке, капотты ашып бересіз ба? Мотор жуып салмаймыз. Шопеке істесіз? Шолпан ба атыңыз? Шопыр деп атқан тұр ғой. Шопыр дегенге шопеке сыйлап атқаным да. Ой, сенде құрдасың ба? Болды, мойеке алып тастайық, мойеке. Болды, жақсылап жуыңдар. Ішін сыртын бәрі жуыңдар. Моторына дейін, салонына дейін. Мойшық қойық, мойеке дей берейік бұнда. Шопеке мойеке барымдар. Қаршыға қатта болды. Мойеке. Апамға дейін сай. Қалай өздеріңіз, амансыз. Апам үйде екен ғой. Төлем балам, аманбысың? Амансыз ба, апа, қуатсыз ба? Ай, аман есен. Денсаулығыңыз жақсы ма, сарсамай жүріп отырсыз ба? Кел. Мырзабайдың құдасы ғой? Таныңыз ба, апа, мынау көршіңіз Мырзабай. Иә. Соның құдасымын ғой. Былтыр ана киімі кетпе әбден. Осы жерде әбден әбігерге түсірмем, әлі ұялам соны есіме түсіп. Қалайсыздар, денсаулығыңыз жақсы ма, апа? Құдай деп. Мынау құдама келдім, құдам. Анау қыздың артындағы дүние мүлкін, жасауын енді алып келдік. 3 жылдан кейін алып келдік. Дұрыс. Оның үстіне анау апа қазір 3 жыл өтпей бірден беруге болмайды деген дүние мүлікті. Апасы некен? Рас айтасың. Өйткені анау 1 жыл отау саттан ажырасып кетсе. Сонша жинаған артынан апарған дүние мүлкін қаяққа кетіп сол үйді алып кетеді. Иә. Соны әдейі 3 жыл күттім. Дұрыс. Қалай бұлар, аралар қалай болады деп қалай сөйтсем нормально болып кетті. 1-2 бала бар еді. Енді ажыраспайтын да. Сөйтіп дүние мүлкін сықитып, жаңағы жасауын, қыздың мүлкін бәрін алып келдім. Құтты болсын, құтты болсын. Иә. Дұрыс. Ондай жағдайлар бары рас. Иә, апа. Тойды өткізіп алып, ертесіне кетіп қалатындар. Сол ғой. Құдалықты өткізіп алып, 1 ай тұрмай шаршадым деп кетіп қалатындар да бар. Құдай. Ондайлардан көзімізбен көріп, құлағымызбен естіп жүрміз ғой. Мен де сол 3 жыл күткенім сол. Оның үстіне апа бір секрет айтайын. Ешкімге айтпаңыз. Олар әлі қалың бермеді. Оларды күтіп атқанда сөйтіп. Олар да сол әлі сол. Бір-бірімізге әлі көзіміз жетпеді ол контракт деп. Қалың бермеді. Арамызда аспанға. Мына бізде Күліп қалды қап төкенге. қонақ күтеміз деп әбігерге түсіп жатырмыз. Апа енді мен де әзілдеп жатырмын ғой, әзілдеп жатырмын. Түсініп отырмын. Әзілдеп жатырмыз енді. Әзілдегі жақсы көңіліміз көтеріліп қалсын деп. Жаңағы артынан қыздың артында жасау ғой апа. Гарнитурын алып келдік. Спальный гарнитур, жаңа чатын гарнитур, ыдыс аяқ, персон дейді қатындар қатты біледі енді. Сосын жаңағы кит, акула, макула, сабақ бәрін алып кетті. Ана КамАЗдың ішін бәрі жасау. Қазір КамАЗды қант тағып Осы жуамыз. жағдайда енді келді ау. Қант тағып жуамыз. Яға сыртын жылтыратып. Кім келді, құда келді деп түсіп бармайын ба? Новый КамАЗбен, новый жиһазбен. Новый жиһаз, новый КамАЗ. Ейлі, сағынан сүйіндірсін енді айтып. Сосын апамның ана бұлтыр осы жерде бір дастарханнан әлі дәм аузынан кетпей қапты. Жентіңіз бар еді апа? О, женті. Апамның женті бар еді бір. Ой, дәмді. Алматыға барсам айтам, апамның женті. Істеп алсыңдар ма? Қойды қашан соясыңдар? Қойға кетті. Келгеннен кейін сойып аламыз. Пока осы етпен амалдай беріңдерші. Не ма? Үйде жент бар ма? Келген қонақ жент сұрап отыр. Жент жоқ, біткен жент. Мен жаса жіберсе жоқ деп тұра бермей. Жаса жіберсеңдер сендер тірек. Немеге мол қылып істемейсіңдер сондай. Оңғаш жылдам әрбір етпен тұра тұрсын. Мейіргіл істесеңдер. Олдым да істеп жатырмын. Осы ет адам тұрғы болды. Оңғаш жылдам. Ал, Мырзаке. Жақсы, рахмет. Дәм тұзға рахмет. КамАЗды сықайтып жуып алдық, Мырзаке. Жақсылықта келсек. Мейірімді Мырзаке, аман бол. Жақсылықта келсек. Дәм тұзыңа. Алынға ал бер өз мотор жуылмаған екен ғой. Еді бұл жаңа КамАЗ ғой. Өкпесі ашылып барғы тазар. Қазір еді гүррі тағалады. Үйне бар КамАЗдар ғой бұлар. Гүррі тағалы Мен көрк. анам мынау КамАЗ мінбеймін ғой. Оталдыр. Бұндай бар ма еді? Үй соғатын ма еді? Бір жерде оталдың? Жоқ, мынау. Не қылында? Газы бір-екі рет бейт басып жүрші. Несін басса да оталмадың моторына су кіргізесің. Су. Әні? Су кірген ғой моторына. Су
Соғылдағы су болып тұрған астынан. Жоқ, радиаторға шашты ғой жаңағы. Карбюратордың астында су ғой. Жөндеп жумайсың ба я қаршы? Қызықсыңдар сөндіріп. Жап-жаңа КамАЗды. Моторын жуып бүйтіп, радиатордан бастап бүйтіп жуғамыз ғой. Офигенсің ғой бірше. Былтырда өсіп келген кезде кейін кеппей су болып еді. Енді биыл КамАЗдың су болып. Ұят болды ғой, құдалары күтіп отыр. Жасау дүниесін мүмкін апара жатырмыз. Сәл кеуіп қалды қазір. Кеппейді қақын кебет. Былтыр кейін әлің кепкен КамАЗ кебет дейсің бірден. Өздерің бір жол ойлатпасым, сол ойлат екенсің өздерің. Отыра тұрыңыз енді, қазір кеуіп қалады. Не отырмай не істейміз енді? Жаңа жетіп бар ма? Жетіп шай жей тұра. Жетіп бар ғой. Бар ғой жен. Қайтарамай айтқанда, иә. Кісіге отырғын. Отырыңыз. Жүрей. Тұшатыншы. Мырзаға. Хау, келдің ба? Я, мына қойдақ келдің, мына не істеймін мына? Кіргізсей. Мына мырзаға, мынаның астан өткізіп жіберейін десем, қой сеймей, асырып жіберейін десем, шама келмейді. Не істеймін мына қойды? Не жерде бір? Үстіңізде жоқ бейді, бір байлақ қояды. Мынау бір асау мал екен, үст қой екен. Хей, тұршытыншы. Мадияр. Хау. Сен былай қысай онда. Қойдана КамАЗға байлайсаш. Иә. Сөйтіп продуктіге барып көші сен, шығамай атырмыз үйден. Болды мырзаға, қазір. Байлап атсың ба? Я, мырзаға, міне қазір. Мадияр. Қазір мырзаға. Кетіп қойған жоқсың ба? Байлап қойдым мырзаға, болды. Қағаз, список беріп жіберейін саған. Кәні. Мына жақтан бері. Қай жақтан берем? Берсеңіз шен. Міне. Болды міне. Ана жақсылап байлай, қашып кетіп жүрмесін тағы. Қой мырзаға. Білдей бір қойшының баласымыз ғой. Не болып сонша қой байлай емей. Мен кеттім онда. Боп, жылдан барып кел. Ой, 6 секунд қой. Тыныш тұр, қас келеме. Мен кісілерді алып шықтым қапқаннан. Дайындық тұрсыз ба? Апам жетіне. Шықты көже. Қонақтарымыз шықты ғой бір қарай. Болды. Біз әлі бірақ қойды сойып үлгерген жоқпыз, Жаке. Кісі кеп қап мына жерде кішкене, Болды, тарта беріңдер, баса беріңдер. Үшке дейін өзімнің қапаннан шықты ма? Қапаннан кісілеріміз шыққып. Қапаннан шықса үлгереді. Үшке дейін қайда? Екі рет кетеді ғой. Үш дегенің болады да қалады кәс. Үлгереді. Қапаннан. Қай бір жыл мен қапанда той басқарғам. Той негіз аяғында ақшамызды бермей қап. Неге дейсіз қой? Неге дейсіз? Неге дейсіз? Неге? Не үшін ақшасын бермей қойды десеңіз, басын айтыңыз. Кім ақшасын? Ой, мен не айтып отырмын? Қапанда той басқармайын ба 3 жыл бұрын? 3 жыл бұрын той басқарамда, тойдың аяқ жағында тойдың егесі маған ақшам бермей қойған. Неге десеңіз? Неге? Неге дейсіз, не балаңда болсын? Неге? Неге? Вот неге? Олар маған айтты, тойды қызық қылып өткізесің деді. Мен қызық қыламай қалдым. Содан ақшасын бермеді. Содан мен ол қапанға 3 рет іздеп бардым. 3 жыл бұрын ғой. 3 рет іздеп бардым. Үшіншісінде ол балдар әкеп мен қорқытты. Сосын мен айттым, мен сен дедім, қапаннан далаға бір күн қалаға шығасың қапаннан. Қапаннан қалаға шыққанда қақпанға түсесің. Сол кезде сен аяқ қолыңды сындырам дедім. Өмір кезек қой ұсталады ғой, аяққа барады. Атсандар ұсталады ғой. Уайымдама, қапаннан шықса 3-ке дейін үлгереді. Қой сойып үлгере алмай қалам ба деп тұрмын деме? Үлгересіз, не әлбеймін. Піл сойып үлгереді. Қаршыға, Арман. Ана қойды КамАЗдың астынан болса да кіргізе беріңдерші, соя берейік. Қайда кетіп қалдылар?
шығара беріңдер жаққа. Үлгереді. Айбай. Не болды? Болсаңдаршы. Не істеп кеттіңдер? Көш арт май болып қалған жоқ па? Арман. Жоқ. Арман дейм. Әке? Қой жоқ. Тек жіп қана. Тұршы бай. Не дейді? Қой жоқ, жібі тұр дейм. Қалай жоқ? Білмеймін, жоқ. Аржақты көріңдірші. Көріп атырмыз ғой, жоқ қой. Босанып кеткен міне? Сондай дейм. Қалай босанып кеткен? Іздесеңдерші. Жан-жақ көріңдірші. Қалай қой жоқ жағым Мадияр? Ойба қойшының баласын ғой мен байлап кеттім жақсы деп еді ғой. Не тұрсыңдар, іздесеңдерші жылдам ел. Іздеп атырмыз ғой. Жоқ қой. Іздесең жөнді. Іздеп атырмыз ғой. Кән іздеген көріп тұрып қойсын, іздеп тұрған жоқсың сен. Іздеп атырмыз. Қаяқты іздеп атсың айтшы. Бәр жер шарлап атырмын ғой. Атаң бас шарлап тұрсың ғой сен. Міне жақта екенсіз ғой. Іздеп атырмыз ғой, былай қарап. Сөйтіп іздейме адам дегене. Ана кісілер келе жатыр, қой жоқ. Қайтпыз, іздесе, Арман іздесеше. Не істейміз? Көрші, астарынан көрдіңдер ме? Көрдік, көлен келіп жатып қойған шығар. Былай істейік. Мынаның ішіне кіріп кеткен жоқ. Жездеге. Мынаның ішіне кіріп кеткен жоқ па деймін? Жоқ. Былай істесекші. Қалай? Мына жерге жем шашып қойық та соған келеді. Тау емес қой ол. Кетті, біз ана жақты көріп келейік. Мына жаққа кетті ол. Қап қырсығай, ана кісілер келетін болды орақ. Қой, жылдан барса, жылдан жүгір біздесе Армане. Қайдан келді мына КамАЗ? Қайдан келді? Неге тұр менің есің алды? Не ағып тұр мынау? Қой жоқ, есігімді қайтып кіреміз үйімізге. Оталдыр. Болмайды. Оталмай жатырмын. Болмайды. Оталдырсай. Жоқ қой. Қандай адамсыңдар ей, сендер ей? Мен құда болып қыздың дүние мүлкінің бәр КамАЗдың ішінде мені оталмайтын КамАЗға мінгізіп қойып. Тұршы бер. Өзім жөндемесем болмайды ғой бұларға. Күріш бар ма? Бар ана. Таспекті сал. Құда басым менен машина жөндеп жатайын менен. Ят болды ғой. Көтер алмайтын шоқпар белге байлама дейді. Қай демайтын болсаң атаң басын айтып шықтым алмасты сонау. Оталдыр мен қазір астына бар. Түсіп неғыл газ бердіңіз бересің. Так. Оталдыр. Жоқ. Оталдыр. Жоқ әлі. Жоқ, берсең газда. О! Ей, өшір! Әкеңнің аузы. Неге боқтамады сізге? Боқтамақты лақтырып жіберу керек. Не дейді? Свалкаға лақтыру керек, өртей жіберу керек. Не болды мынау? Бар ғой, мырза. Не мынау? Не? Өлі не болды? Шым адам кесіптерін жоқ адамның кесіп. Өлі. Не болды мынау? Ал. Мен құда емеспін ба? Бақыт. Әке, жудырайық мына көйлекті. Ана есік қой мен жыныма типінен. Негізі жыл сайын сенің үйіңе да Мырзахан. Шомылуға келдеген бұл, киім жудыруға келдеген бұл. Жазым ғой. Дендік айтып бара мен? Жоқ, мына демде кебеді қазір. Жуса кебеді. Кетпейді. КамАЗбен бірдей кеуіп қалады. КамАЗ кебем дегенше кеуіп қалады бұлда. Жеттен шай ішейікші онда. Бар ма жет? Бар. Бақыт шықсандаршы енді. Ой, осы үйге келсем бұл бірдеңе жудырам әйтеуір. Мырзаке, міне киіңіз. Міне киіңіз дейді тағы да. Қойшының баласын деп мақтанасын, бір қойды байлай алмасаң, не қылсын? Қайдан білейін енді, Мырзаке енді? Қайдан білейін? Табамыз ғой қазір. Қайдан табасын? Не істеймін енді? Сен сойып берем осы қонақтарға? Адамды күйдіріп. Ұстай амар қайтеттім. Қаршыға, айналайын мына есікті жөндеп қойшы. Қиратсаң, қират, ашылатын қып қойшы. Неменеге қиратсаң қират, Қиратпай-ақ істеуге болады ғой? Арман, жаңа дасындар, продукттар келетін болды ғана қонақтар еді.
КамАЗ жөндешсің. КамАЗ жөндеш. Болды. 6 секунд қой. Кеттім астана. Мен қазір мына есікті 5 секунд қой. Жездеге. Болыңдаршы ете. Болды. Қонақ. Өз кірпияз қонақ үсті кіріп келатса не боламыз? Ой, тез шығыңыз енді. Ой, жүда бір биіктен жаман қорғасы осы жездеге, е? Ой, жаныңыздың тәттісін қарсаңшы. Түсіңізші тез. Хоп. Жептігі биік екен қорық мұны. Арман, ұстай тұршы ке. Ұсташы, сатын ұсташы. Сақтықта қорлық жоқ тағы. Арман, ойнамаса, Білесі ғой мен биіктен қорқатын. Бар ма? Ха? Қаяқ? Ұста, жақсы ұстап тұр. Бар ма? Болды ұстамай-ақ қой өзім әшін. Шар. Мұрзеке не болды? Қой табылды ма? Ойбай, қой. Қой басқасы сатып алды. Басқасы сатып алды? Көлек келіп қой. Кепті. Арман қайда? Арман, бол тезінен қой жылап сойып тастайық. Кісі кеп қалады. Бол деймін. Не қыл, жөнделді ма? Ұста келді ма? Ұста келді ма? Ассалаумағалейкум. Қалай, жөнделді ма? Мынаның генератор күйіп кеткен ғой су тигеннен. Айттым ғой сол жерде, генератор деп. Мыналар басқа жер. Генератор ғой сол, генератор. Ана фильтрларын да ауыстыру керек. Фильтрларын да ауыстыру керек, соны айттым. Генератордың жанында фильтр бар дедім, соны ауыстыру керек десем. Басқа жер. Жоқ, генератор дегенде сіз басқа жерлер шұқылап тастағансыздар ғой сіздер. Басқа жер шұқылаған ба? Иә, генератор емес, басқа жермен ақтап тастағансыздар ғой сіздер. Қай оңбаған шұқыла деген ей? Бір оңбаған бір қалаға барып, запчастарды алып келейін. Келген соң ақшасын айтам ғой. Бергеніз? Қайға барады? Қалаға барып запчаст таппаймын мынаның енді. Әлі қалаға барасыз ба? Жоқ, енді көрдім ғой мен енді генераторының күйіп кеткенін, бұны фильтрін ауыстыру керек екен. Енді көрдім, қайтпесе оталмайды ғой бұл. Қас келем. Қанша сағат ол? Енді барынша тез келем ғой енді қазір енді. Ойбай. Не болды сонда, қай уақытта барамыз біз? Мынау жүр бірдеңе бітіргенсің. Жет тұрайық, тамам. Біздің қой. Қаршыға сәлем. Ой. Қалайсың? Жақсы, қалай Мадина? Жақсы. Қойшы болып кеткенсің бе? Жоқ, мына бір аулаға кіріп, мына бір гүлдер жеп жатыр екен, соны шығарып тастайын деп. Қойшы болған жарасып ақ тұр саған. Қош. Иә. Міне келдік, жіберіңіздер. Келді ма? Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Жездеке. Анау сварщик қойшы көшенің басында. Жылдам. Сар керек болды ма? Сварщик қой. Болды, сварщик. Газ. Көлік жу? Ойыбай, кешен деп қойды. Орысшасын жазбаса да түсінікті ғой. Ай, молодец. Ай, КамАЗ алған ба? Ұстай берме. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Қалайсыз көке? Ей, ұстама. Таза емес қой. Жоқ, таза. Не білмеймін? Қалай, аман жеттіңіздер ма? Ана күйеу балам көп сөйлегені болмаса, жақсы жеттік. Енді сөйлемейді. Мына қазір.
Ана қолындағы пышақ емес. Сіздер келетті. Қой сойып атқан ғой. Бір емес. Көрдіңіздер ме? Екі қой сойын деп атымыз. Ассалаумағалейкум. Ой, мына. Абай, сіз жеттіңіздер ме? Жақсы жеттіңіздер ме? Бәрі жақсы ма? Иә. Мына. Есік ашылды ма? Аяқ асты жаңа. Қашық сендер жөндеп қойыңдар ма? Сол жаңа енді қазір жөндеп қойыңдар, ұят болады. Жеттіңіздер жақсы? Иә, жақсы жеттік. Ештер аман, бәрі жақсы. Аманшылық. Не? Кіргізейік та қонақтарды. Кірмейміз, міне тұрсын. Қазір. Көкі, сіз бұна. Арықтаусыз ғой, мен жерде сият шығарсы көріңізші мен жерде. Сият. Сият ғой, Қазір көрейін. Ой. Қазір тоқтаңыз. Сіз артынан. Сізге қайсысын қайлы? Астынан кіресіз, сатын қайлы шығар, сізге. Сатымен кірге жіберейін онда, сіз жүріңіз. Ай, мынауың не? Мазақтап тұрсың ба? Жоқ. Мазақтап тұрсың ба? Жоқ, мазақтап, кірі керек қой ішке. Ой, өшіңді осылай алайын дедіңдер ма? Ана кемпір жалынып звондаған соң келген едік. Сыйлаған түрі осы ма? Или сабайын деп тұрсың ғой сен мені? Мен кірмеймін, өлді бітті кірмеймін. Әй, Өсен, шық бері, шық дейін бері. Сатуға ше? Әдей істемеген шығар? Әдей істеген жоқ қой, Ой, Мырзағам, адам деп шақырғаннан соң, мынау кіретін жолды ашып қойсыңдар қайдан еді? Қайдан зарлап қалған күйеу балаң? Қайдан алды бізді апарып тастасын? Сваркиға кетті ол, жеңге. Біле саңыз сатыға. Жоқ, жүр кетеміз. Такси көп қой бұл жерде, таксимен ақ кете саламыз. Такси болса кетесіз да. Сен кімсің? Мен ана. Полный салон. Барып келгенімді төлеймін. Барасың ба? Мырзаға жеткізіп салайын ба дестейін? Жеткізші. Мына статус қаша. Осылай бармақсың ба? Жоқ, жолдан жуынам ғой. Жүріңіздер, мына қарап, мына жақта машина. Масқара. Ана төбеден шығарып, еше мені ана жерге кіргізіп қоймақшы. Мен өзімді әрең өтейін деп. Айттым саған бармаймыз деп. Осы шалың. Жеңшеңізді мінез бар екен, ә? Отыр барыңыздар. Қойып, бекер сойдық бар ғой жездеге. Сақ қоя тұру керек. Осыны бұл. Мұна не істеймен мен? Қалай кіргіземіз мына жездеге? Не? Мынан қалай кіргіземіз? Байлап қой, өзі таулап кететін жаңағыдай. Ойбай. Қырсыға, я? Есікті қарыш, қырсықтығын. Өшіріңізші төкейін, жас бала ұқсап, туысқандарды. Адамыз туысқандарды ұқыламыз. Туысқандарды туыспен қарсы алады. Өшірім? Мырзахан қалай түсіп келатыр ма? Қуып жібердім. Не дейді? Қойшы кетем дейді, кете берсін. Жалынан ба соларға? Бұның не сен? Олардың сондай мінезі бар екен, мүлмешіп едім. Қойш, апай, соларға жалынан ба, қойш. Кете берсін, жалындай мені. Туысқандарын қуған кімнен көп? Бұның не сен? Құдай қолап қылмайды. Сөмекөге қай ауылда едіңіз? Сол анау, Қапан ауылына қарай, Қапан ауылына. Сөке! Болды ондан, Запырақтың жолдан ереттейсіз. Ол ереттейді ғой, жеңшен ереттейді. Не болды? Сен аға қойыңызшы, мен ағаттық кеттім. Кешіріңізші болып жарай. Түсіңізші, жеңше. Ой, Мырзахан, жеңшеңіз. Еш жеңгем. Бағила, кән түсен, ұят болай. Кешіріңізші енді, ағаттық кет, әдейі жасап жатқан жоқсың. Кешірім сұрап кеп тұр ғой, кән. Құса ғой. Жарайды. Кешірім сұрайым, жеңге, әдейі емес менікі. Жаңа ғана келіскен салон не болды ары бері деген жаңа? Оны мен өзім. Жүр Бағила. Қайттан барамыз енді? Бармасам ұят бол. Мейлі барсақ барайық. Мына қырсыққанда қымыраны рейттім. Есігім ашылмай қалды. Айтпесе, мен бар есігім жауып қойып сіздерді. Ағам қанша күннен күтіп отырмыз. Отылатын түрі бар ма? Ой! Қасылды ғой мұны? Ой, қарсыға ашылды ғой? Мен ашам дедім ба, ашам ғой. Ой, сенің қолыңнан келмейтін жоқ. Не тағы қойап келдің бі? Ана қой. Қашып кетіп. Кіргізерші. Кән, кіргіз, сенше. Қонақтан келді ма? Кіргіз. Тамады?
Kafandan gelген konaklar mı? Көке кіргіз, Amandasып koyak. Мен саған айтып ғой, тек аяқ қол сындырам деп, есіңде ме? Төке, сабыр қыл, төке. Мен көкем ғой. Менің ақшам деп мен лақтырып кеткен ғой. Ондай жоқ көкемнің, онда шатастырып тұрған жарсыз. Тау мен тау кездеспейді, адам мен адам кездеседі. Мырзекеңе рахмет айт. Мырзекең үшін кешірдім. Әйтпесе аяқ қолыңды. Қойыңыза төке, сабыр қыл, ойбай. Осы ғой маған ақшасын бермей кеткен. Қой, ондай жоқ бұл кісінің. Оталды ме? Оталдыр. Кетеміз. Жақсы апа. Ayağımdan esin gelmiyor mu? Ay canım sor. Kanı canım türbetinde. Kırış, söyledik. Armancan. Söyledik, kırış. Al Arman. Жақсы төке. Рахмет. Кеп тұрыңыз. Бұл қандай күн болып кетті? Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін деген. Иә. Мына екі баланың әкесі де өзіңізді дос тұтты. Аса құрметтеді. Енді осы екеуіне бір ауыз ақылыңызды айтсын деп әдейі шақырып отырмын. Жөн. Негізі адам досты таңлайды, жарды таңлайды. Бірақ туысқанды таңлай алмайды. Ол бір Алланың берген үлкен сыйы. Өз бағана бері көріп отырмын, әулеттеріңізде береке бар екен. Аллаға шүкір. Ал енді бір-бірімен барыс келісі жоқ жерде береке болмайды екен. Береке деген ол мал-мүлікпен есептелінбейді. Береке кеткен үйде ұрыс-керіс көп болады. Ұл-қыздары бұзық-сұқ жолға түсіп кетуі мүмкін. Қыздарда бір сондай нәрсеге орнып қалуы мүмкін. Өзі кейбіреулер ойлайды, мынау береке байлықта деп. Жоқ, береке байлықта емес. Береке ауызбірлікте, татулықта. Байлық деген өзінің көлеңкең сияқты. Сен көлеңкеңді қанша қусаң, ол сонша қаша береді. Ал енді татулыққа, берекелікке қарай ислам жолменен жүрсең, жаңағы қуған байлығың сенің артынан неседі. Дұрыс айтасыз. Ұзақ өмір сүргің келсе, бай болғың келсе, туыспен жақын бол деп, осы үйдегі құрдасыңыз ылғи айтып отырушы еді. Иә, ондай хадис бар. Кім ризық несібесінің молаюын тілесе, жақсы өмір сүргісі келсе, ағайын туыспен қарым-қатынасын үзбе деген. Ал енді Құранда Ниса сүресінде мынандай аят бар. Алладан қорқыңдар, туыстық байланысты үзуден сақтаныңдар деген. Алла сендерді бақылап тұрушы дейді. Бір жігіт келіп маған айтады, менің жағдайым болмай кетті. Семьямда береке болмады деді. Мен сұрастырып көрсем, ол жігіт туысқанмен ара қатынасын үзіп алған екен. Мен сонда ол жігітке айтып едім, сен алдымен туысқанның ара қатынасын түзе. Сонда ғана семьяңа береке кіреді деп. Бір күн жаңағы жігітіміз келіп рахмет айтады. Ата, жағдайым жақсарды. Отанымызға береке кірді дейді. Мен ол жігітке айтып едім, сен рахметті маған айтпа, бір Аллаға айт. Бір Аллаға ризашылығыңды білдір деп едім. Аллаға тәуба. Біздің әулеттің ауыз біршілігі жаман емес әйтеуір. Аллаға шүкір апа. Тек болар болмас бір реніш болғанда, мына біздердің үлкендердің арқасына аяздай батады. Иә. Бәрі сол болмашыдан басталады өзі. Сол болмашы нәрсе кейін балдардың қарым-қатынасына әсер етеді. Сол болмайтын нәрсенің өзі. Бала-шаға бір-біріне бөтен болып, жат болып кетіп жатқандар көп қазір. Өзі осы нәрсе қиын.
дұрыс айтасыз. Негізінде біз қарап тұрсақ бар ғой, тәкаппарлыққа көп бой береді екенбіз. Өздігімізден иіле салғымыз келмейді. Иә. Иіліп кешірім сұрасақ кінәлі болып қаламыз деп ойлаймыз. Сөйтіп жүрген кезде арамыз алыстаған сайын адам арасы суый береді ғой. Құрсыншы бәрі. Үсен аға, Бағила жеңеше, менен артық кеткен жер болса, ағаттық кеткен жер болса, сіздерден өтініп кешірім сұраймын. Кешіріңіздерші мен, Бәрекелді. Өз басым қатты ұялып отырмын. Осындай дастархан жайып, сіздерді біз шақыруымыз керек еді. Көрегенді көрсетіп, озып кеттіңіздер. Жоқ, біз кешірім сұраймыз, сен көке. Иә. Енді бұрын соңда артық кеткен жеріміз болса, сіздерде бізді кешіріңіздер. Келші бауырым. Келші. Рахмет. Сіз мені кешіріңіз қайта. Алланың нұры жаусын. Осы еді ғой менің де күткенім, айналайындар. Міне көкеме татуластым. Бәрекелді. Мына салатын керемет болыпты. Маған рецептін берші. Ой, ол салатты мен істедім жеңге. Менен басқа кім істейді бұл салатты? Бұлар отырады. Менен алды еткізімді. 6 секундта салаттан тайында жіберген ғой. Қайран досым, қонақ жай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасы, ішке жан сарайының дауасы, үлкен үйіңнен табасың. Үлкен үйде әңгіме әзілдің де сәні бар, тәрбие тәлім